Сол көркем келіншекпен 15 жылдан соң кездесіп қалдым. Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді демекші, біраз уақыт өтсе де, соншалықты өзгере қоймапты. Тұнжыраған қара көздерінде сәл байсалдылықтың белгісі бар. Құлыншақтай әдемі денесі әлі де мен мұндалап тұр. Ол мені таныған жоқ. Енді ғана тіл қатпақ болып ұмтыла беріп едім, дәл жанымызға кеп тоқтай берген троллейбусқа мініп кете барды. Жылдар бойы жүректің түкпірінде келе жатқан сұлу бейне жарқ етіп қайтадан жоқ болды. Әдемі түсім үзіліп кеткендей болып, мен аялдамада меңзең күйі қала бердім. Кездейсоқтық па, жоқ әлде ұқсастық па, мен Алмамен автобус аялдамасында танысқан едім. Қызмет атқарып жүрген ғылыми өндірістік бірлестіктің бөлімшесі ашылып, оңтүстіктегі қалаға қоныс аударуға тура келді. Күздің жаңбырлы жылауық күндерінің бірі болатын. Жұмыстан шығып, автобус аялдамасына бет алдым. Көлік күтіп тұрған адамдар онша көп емес екен. Қолында үлкен сөмкесі бар әдемі келіншекке көзім еріксіз түсті. Көп ұзамай-ақ біз күткен көлік келе қалды. Автобустың ішінде ине шаншыр орын жоқ. «Ғафу етіңіз», дедім бейтаныс келіншекке. «Сізге көмектесіп жіберейін, жүгіңіз ауыр екен». Келіншек жылы ұшырай қолындағы затын ұсына берді. Екеуміз қысыла қымтырыла көлікке мінгенде үлкен сары автобус орнынан әрең қозғалды. Бейтаныс келіншек екеуміздің түсетін аялдамамыз бір болып шықты. «Қай үйде тұрасыз? Жүгіңізді жеткізіп тастайын», дедім автобустан түсе бере. «Жоқ, рахмет сізге. Өзім бірдеңе қып жетермін. 21-ші үйде тұрамын, алыс емес», деді әдемі келіншек қарсыласып. «Сіз 21-ші үйде тұрсаңыз, мен 19-ші үйдің тұрғынымын. Көршілік парызымды аяғына дейін атқарайын», дедім күле сөйлеп. Шынында да айылда мен сұрғылт бетонды 5 қабатты үйдің арасы онша қашық емес еді. Бейтаныс келіншекті жеткізіп тастап, асығыс қоштастым. «Рахмет сізге, өзіңіз бір қайырымды жан екенсіз», деп ол әнтек жымиды. Күлгенде екі бетінің ұшына шұңқыр пайда болып, тіпті әдемі болып кетеді екен. Сол жаңбырлы күннен кейін де әдемі келіншекті бірнеше рет көрдім. Көбінесе автобус аялдамасында асығыс кездесіп, бас изесіп амандасамыз. Ол алғашқы кездескендегідей әнтек жымияды. Бір көргенде-ақ жіппен байлап матап, сиқырлап алатын әдемі күлкі. Әл есімде, қаңтар айының алғашқы күндері еді. Сол күні қолым бос болып, ұсақ-түйек заттар алмақ болып, қалалық сауда орталығына бара қалдым. Кіре берісте баяғы әдемі келіншек қарсы ұшыраса кетті. Қасы көзі қиылып, ақ маңдайы жарқырап, бүгін тіпті көрікті болып кетіпті. Ол бота көздерінен нұр шашып, менімен жылы ұшырай амандасты. Тұңғыш рет ескі таныстардай шүйіркелесе сөйлесіп, хал жағдайымызды сұрастырып жатырмыз. «Онсыз да көрікті келіншексіз, бүгін тіпті әдемі болып кетіпсіз», деді мен шын көңілмен сүйсініп. «Қазақ қыздарының бәрі сіздей ақ болсын». «Ту, көңілімді біраз көтеріп тастадыңыз ғой», деді әдемі келіншек сәл күлімсіреген қалпы. «Көңіліңізге рахмет. Айтпақшы, бүгін менің туған күнім». «Туған күніңіз құтты болсын», дедім жалма жан әдемі келіншектің қолын алып. «Егер қарсы болмасаңыз, сіздің туған күніңізді өзімізше атап өтейік», деді мен батылданып. «Қарсы емеспін», деді әдемі келіншек. «Мен учаскелік дәрігер боп қызмет атқарамын. Осы маңдағы бір науқасты қарап шығайын, сонан соң бір жерге барып отыруға болады». «Олай болса келістік», дедім мен. «Мен сізді күтемін».
Ол көп бөгелген жоқ. 3 тал раушан гүлін ұсынғанымда әдемі келіншек жас балаша қуанып кетті. Ту, қандай әдемі гүлдер! Раушан гүлі, менің сүйікті гүлім, рахмет сізге. Екеуміз жақын маңайдағы Қаратау мейрамханасына бет алдық. Айтпақшы, осы күнге дейін бір-бірімізді танымайды екенбіз. Атыңыз кім? Дедім мен, сәл орнай қалған үнсіздік бұзып. Менің атым Алма, ал мен Дарханмын. Көп ұзамай екеуміз мейрамхананың оңашалау бір бұрышында тамақтанып, ептеп коньяк ішкен соң бойымыз жеңілденіп, әңгімеміз жараса түскендей болды. Күйеуі баласы бар екен. Алматыдағы дәрігерлер дайындайтын институтты осыдан 4 жыл бұрын бітіріпті. Тағы да 50 грамм коньяк іштік. Бойыма керемет бір батылдық кіріп, Алманың қолынан ұстадым. Алма, саусақтарың қандай нәзік еді, дедім, сізден сенге көшіп. Ол қолын тартып қалған жоқ. Жанарынан от шашып, маған еркелей қарағандай болды. Мейрамхананың 2-ші қабатынан түсе бере, Алманы құшақтап, еріндерінен батылсыздау сүйдім. Әдемі келіншек қарсыласпады. Екеуміз такси ұстап үйге қарай тарттық. Әдемі келіншектің үйінің жанына келгенімізде сағаттың тілі күндізгі 4-ті көрсетті. Дархан, жүр біздің үйге кіріп шай ішіп кет, деді Алма таксиден түсіп жатып. Күйеуің келіп қалып ұят болып жүрмесін, дедім ыңғайсызданып. Қорықпа, деді ол. Күйеуім жол сапарға кеткен. Келгеннің өзінде де өте кеш оралады. Алманың 4-ші қабаттағы 3 бөлмелі пәтері құстың ұясындай жайлы, жылы екен. Мен төргі бөлмеде қалып, ол жатын бөлмеге еніп кетті. Әдемі келіншек көп бөгелмей үстіне жеңіл жібек халат киіп шықты. Қара мақпал шашы иығына төгіліп, аққұба өнін ашып жібергендей, қос анары жібек халатты тепкілеп қарамасыңа қоймайды. Жеңіл киімін төменгі түймесін салып үлгермесе керек. Жұмыр келген ақ балтырлары жарқ етті. Екеуміз дастархан басына жайғасып шай іштік. Алма жүрек шымырлатар музыка қойды. Екеуміз билеп жүрміз. Ауық-ауық сүйісеміз. Әңгімеміз де ашықтардың таусылмас жырына айналып кеткендей. Осылайша 2 сағат су етіп өте шығыпты. Жұбайым жұмыста, кішкентай ұлымды балалар бақшасынан мен алуым керек еді. Ықылассыз жинала бастадым. Шығар есіктің жанына келгенімде Алма дәл қарсы алдыма тұрып алды. Дархан, кетпеші, деді ол менің мойнымнан құшақтап. Кетпеші, өтінемін. Алма мені ұзақ құшырлана сүйді. Әйелім жұмыста еді. Кішкентай баламды балалар бақшасынан алатын ешкім жоқ. Онсыз да кешіктім. Тәрбиеші қыз ұрсып жатқан болар. Дархан, кетпеші. Алма, әлі де жолығамыз ғой, деп құшағыма құлап тұрған әдемі келіншекпен қоштасып, бетінен сүйдім де шығып кеттім. Ертеңіне Алма автобус аялдамасында кездесіп қалып, менімен селқос амандасты. 2-3 күннен соң телефон соғып кездесейік деп едім, уақытының жоқтығын айтты. Бұдан кейін де оны бірнеше рет көрдім. Танымайтын адамша жанымнан өте берді. Жарты жылдан соң олардың басқа қалаға көшіп кеткендігін естідім. Міне, содан бері арада 15 жыл өте шығыпты. Бүгін Алмамен тағы да ойламаған жерде кездестім. Ескі жараның аузы ашылып кеткендей, кешке қарай ыстығым көтеріліп, ауырып қалдым. Түсімде Алманы көрдім. Екеуміз көктемгі далада гүл теріп жүр екенбіз.